Будешь править в аду. Бүгін біз 2008 жылы шыққан Мумия 3 Гробница Император Драконов деген киноға шолу жасаймыз. Достар, барынша репост жасап қойып, және бейнемізді аяғына дейін көріп рекке шығарайықшы. Ал, кеттік. Стойте! Подождите меня! Я поеду с вами! Подождите, не уйдите! Қытай елі бұл жерде азаматтық соғыс болып жатады. Ең мықты император болады. Оның арманы бүкіл жерді жаулап алып, басты император болу еді. Тіпті оны құртудың да жолын іздеп арнайы бандиттар жалдапты. Бірақ император өте байқампаз болғандықтан бүкіл қарсыластарын жеңіп тырғалады. Билік тіпті көзін жауып, император халықты құлдыққа ұстап, оларға жауыздық істер жасай бастайды. Ол тіпті 5 нәрсені мықты жасап үйреніп алады екен. От, су, жер, ағаш, темір сияқты заттарды басқара алатын болады. Енді оның арманы өлімді жеңу еді. Содан бір жақта мықты емші бар деп естіп, әлгі әйелді өзіне шақыртпақ болады. Императордың оң қолы емші әйелге барып, оны ұнатып қалады. Әйелді императордың қасына әкелгенде, император оны ұнатып, мына әйелге ешкім жақындамасын, менікі деп шарт қояды. Содан императордың оң қолы мен әлгі әйел екеуі құпия емді іздеуге шығады. Екеуі арасында сезім оянып, бірін-бірі сүйіп қалады екен. Екеуінің бірге жүргенін императордың қызметкері көріп қалады. Әлгі әйел императордың қасына келгенде, император оған қалағаныңды айт дейді. Сонда әйел, мен сіздің қасыңыздағы қызметкер генерал менімен қалғым келеді дейді. Оған император жарайды дейді. Бірақ император оны ұстап алған еді. Император әйелге әлгі сөздерді оқы, мен өлмейтін болайын дейді. Нәтижесінде әйел оған керісінше өлімге апаратын сөздерді оқиды. Император мағынасын білмейді ғой. Сосын император әйелмен бірге қылтимаға шығады. Ол жерде байлаулы мин тұр екен. Император болса, менің әйелім бол, мен оны босатамын дейді. Әйел болса, сен сөзіңде тұрмайсың ғой дейді. Император оған, дұрыс айтасың деп, оны атпен тартқызып тастайды. Император ары қарай әлгі әйелге пышақ нұсқайды. Әйел жаралы болса да қашып кетеді, бірақ императордың көзінен қан аға бастайды. Сосын өз-өзінен жаны быт болып кетеді. Онымен бірге тоқтамай әскер де солай болады. Дуа ешқашан шешілмеу керек еді. Әйтпесе мына император оянса, жер бетін басып алып, бәрін құл етеді екен. Императордың есімі Цин Ши Хуан, ал әйелдің есімі Ци Юан. Арада біраз уақыт өтті. Басты кейіпкеріміз Рик О'Коннелл балық аулап жүр. Сосын үйіне келеді. Әйел болып жүрген актриса ауысып орнына басқа біреу келген екен. Ол әйел жиын өткізіп, таза әйелдерге кезіндегі мумиялық тарихтарын айтып отыр. Сосын кешке Рик пен Эвелин екеуі тамақтанып отырады. Ұлы Алекс болса, дәл әкесі мен анасы сияқты археолог маман бойынша ізбасар болып бірдеңе зерттеп жүр екен. Содан Алекс өзінің қызметкерлерімен бірге кіретін жер тауып алып, ішін қарай бастайды. Олар бұрынғы императордың әскерлерін тауып алады. Тіпті осы жерде де неше түрлі қақпандар бар екен. Бір қызметкердің беті қышқылға күйіп кетеді. Сосын өзінен өзі садақтар атыла бастайды. Алекс пен дос екеуі тірі қалып, олар әрі қарай жүре береді. Сөйтіп жер ашылып, Алекс ішіне құлап кетеді. Алекс оянып, әлгі императордың қатып қалған денесін тауып алады. Бір кезде Алекстің досын біреу бір береді. Сосын Алекске атыла бастайды. Ол қыз Лин Юан деген алдындағы Ци Юанның қызы. Ақыры артынан әлгі қыз қашып кетеді. Түнге қарай бір жерде көңіл көтеру кеші болып жатарды. Ол жерде Джонатан жүр. Қасына Алекс келеді. Алекс болса, жарайды, мен кеттім деп кетіп қалады. Артынан осы жерге Рик пен Эвелин де келеді. Джонатан болса, мына жерде Алекс жүр деп еді. Бір кезде біреулер Алексті ұрып жатады. Рик араласып оларды тоқтатады. Алексті қуып жүрген кісі Магуайр деген екен. Риктің танысы болып шығады. Екеуі бір-бірін құшақтайды. Сосын Рик пен Эвелин екеуі ұлына ақыл айтып еді. Алекс ашуланып кетіп қалады. Басқа жақта генерал Янг деген кісіге қызметкер әйел келіп, Коннелл отбасылары осы жақта жүр деп хабар береді. Мына Янг болса, әскерлеріне дайын болыңдар деп қалады. Алекс болса, өзі қазба байлықтан әлгі тауып алған императордың денесін ата-анасына көрсетпек еді. Содан Алекс профессор Роджер деген досын шақыруға кетеді. Роджер келеді. Роджерге мыналар керемет күші бар жұмыртқа тәрізді затты береді. Сол кезде Янг әскерімен жетіп келеді. Роджер сатқын болып, мына затты Янгқа бере салады. Әлгілерді тапаншаға ұстап тұрады.
да. Алекс болса әлгі Линмен кездесіп қалады. Лин Алексті таниды екен. Алекске қарап есімін айтады да, сосын ата-анаңды құтқару керек дейді. Алекс қарап қалып досы Роджердің сатқын екенін көреді. Янгтың қасындағы қызметкер әйел Эвелиннің қолын ұстап, одан қан ағызады. Әлгі жұмыртқа қызара кетеді де ашылады. Бір кезде көмекке Алекс пен Лин ұшып келеді. Сонда Янгтың қолынан әлгі заттан сұйықтық ағып кетіп, императордың денесіне тиеді. Мыналар болса артефакты ашып императорды өлтірмегеді, бірақ император ол емес болып шығады. Ол жаңағы сұйықтық тиген мүсін еді. Ол мүсін және оның аттары тіріле бастайды. Сол баяғы император. Рик бәрі оған оқ ата бастайды. Мынау болса аузынан от шығарады. Қасында Янг келіп, мен сіздің құлымын, мен сізге қызмет етемін дейді. Содан Роджер еріп кетпек еді, император оның басын шолып тастайды. Солай император қашып кетеді. Олармен еріп арбасына жабысып Алекс пен Лин кетеді. Артынан Рик және Эвелин қуады, сосын Джонатанды қосыла кетеді. Ақыры Алекс пен Лин екеуі жалғыз телешкесінде қалады, ал император аттарымен қашып кетеді. Рик және қалғаны қалып қояды. Артынан Рик пен Алекс екеуі бір-біріне кінә тағып ұрысып жатыр. Рик болса сен оны қазып алдың, тауып алдың деп ұрсады. Эвелин Линге жақындап танысады. Сонда Лин өзін бұл жердің күзетшісі ретінде таныстырады. Кезінде менің анам оны дуалап тастаған еді. Эвелин бір түрлі қарап қалып Алексті шақырады. Бұл қыз кім өзі? Мына қызға сенуге бола ма дейді. Артынан Лин келіп, бізге асығу керек, әйтпесе император Гималай тауының шыңына жетсе, ол мәңгі өмір сүретін өзен тауып алады да, сосын әскерін оятады дейді. Содан қыз бұларға бәрін түсіндірген соң, бұлар қызға сеніп әлгі Гималай тауларына ұшақпен аттанады. Әр жақта император Янгқа неге мені ояттың деп жатыр. Мынау болса, мен сізге қызмет еткім келеді. Мен баяғы ұлылықты аңсаймын. Тек сіз ғана оны жасай аласыз дейді. Мен сіздің генералыңыз боламын деп қояды. Оған император ашуланып, Соңғы генерал мені сатып кетті дейді. Янг оған, мен сізді сатпаймын деп қалады. Сізге мәңгі өмір беретін ұмыт керек, сонда сіз баяғы қалыпқа ораласыз дейді. Рик пен оның қасындағылар ақыры керекті жерге жеткен еді. Бірақ мына император да сол жерге жетіп қалыпты. Екі жақта атыс бола бастайды. Бір кезде Лин дауыстап көмекке біреулерді шақыра бастайды. Аяқ астынан бір түрлі біреулер жетіп келеді. Риктің командасына көмектеседі. Өздері бір алып екен. Олар императордың әскерлерін жан-жаққа лақтыра бастайды. Ішкі жақта Алекс пен Янг төбелесуде. Янгты жаңағы жануардың біреуі келіп лақтырып жібереді. Артынан император келіп әлгі шыңға мінбекші болады. Рик оған оқ ата бастаған еді, император мұзды ұстап қалады. Бүкіл маңайы үшкір мұз бола кетеді. Сосын дауыс шығарып, мыналар жануарлар қашып кетеді. Таудың шыңында жарылғыштар тұрған еді. Император оларды қар арқылы сөндіріп тастайды. Сосын ақыры шыңға мініп, бағанағы жұмыртқадан басқа пішінге айналған жылтырақты үстіне қояды. Қылышын алып шығып, Алекске лақтырмақ болғанда, Рик келіп өз денесін тоса кетеді. Солай Рик жарақаттанады. Алекс болса айғайлап жатыр. Сосын лавина пайда болып, таудан қар қатты жылдамдықпен түседі. Жаңағы жануарлар денелерімен бұларды қорғай бастайды. Бәрі біткесін бұлар Рикті Линнің анасына емдеуге апарады. Анасы қызын біраздан кейін көріп қатты қуанады. Бір таңғалыштысы, анасы сол қалпы жап-жас қартаймапты. Лин анасына, бұлар менің достарым, көмек беріңші дейді. Солай Рикті емдейді. Артынан Алекс Лин мен анасына келеді. Анасы бәрін түсіндіріп береді. Сөйтсе анасы және қыз екеуі 2000 жыл бойы бұл жерді қорғап жүр екен. Олар арнайы эликсир арқылы мәңгілік өмір сүріп жүр. Оны естіген Алекс таңғалады. Линнің анасы болса императорды бұл жерге кіргізбеу керек. Мен бірінші болып күзетте боламын деп кетіп қалады. Алекс сосын Линге қарап, маған бәрібір, жасқа қарамаймын деп қояды. Лин оған, біз бірге бола алмаймыз. Мен мәңгілік өмір сүремін. Сенің көз алдымда өлгеніңді қаламаймын деп қояды. Анам әлі күнге дейін әкемді еске алып жылай береді дейді. Сосын Джонатан келіп, сенің әкең оянды деп қалады. Алекс әкесіне келіп, екеуі бір-бірінен кешірім сұрап құшақтасады. Артынан Линнің анасы Линге қарап, мен сенен өмір бақи сүретін қасиет алайын, кәдімгі адамдар сияқты өмір сүресің дейді. Лин қуанып қалады. Бір кезде от ұшып келеді, сөйтсе император келіпті. Жерде Лин мен анасы екеуі әлсіреп жатыр. Император жаңағы өзенге түседі, содан айдаһарға айналып кетеді. Бүкіл жерге отын шаша бастайды.
Сосын Линді өзімен бірге алып кетеді, ұшып кетеді. Артынан Рик және таныс Магуайр деген ұшқышмен императордың артынан кетеді. Сөйтсе лагерге келген екен, сыртта Рик бәр қарап тұрады. Бір кезде Алекс шыдай алмай өз жалғыз сол жаққа жүгіріп кетеді. Ал император болса адам кейпіне айналған соң ояныңдар деп айғайлайды. Бір кезде әскерлері жерден шыға бастайды. Ал Линнің анасы болса үңгірдің ішіне кіріп керісінше императордың зұлымдығынан өлген қабірдегі адамдарды оята бастайды. Мен тіпті өзімнің және қызымның мәңгі өлмейтін қасиетінен де бас тартамын дейді. Император болса әскеріне қарап баяғы ұлылықты орнатамыз деп жатыр. Линнің анасы сөздерін айтып жатқанда іргелерден қаңқалар тіреле бастайды. Кезіндегі генерал Минде, яғни Линнің әкесі де оянған екен. Бір қолы жоқ. Олар Рикке атылмақ болғанда Рик оларға Ци Юан деп айғайлай бастайды. Генерал болса түсініп әр қарай жүгіре кетеді. Алекс болса әр қарай барып Линді босатады. Солай екі жақта соғыс басталады. Императордың әскерін Рик қалғандары автоматпен атуда. Император мен Ци Юан қылыштасып, император оған қылыш тығып алады. Құлап бара жатып Ци Юан императордан пышақты алып құлайды. Көмекке Магуайр Джонатан ұшақпен келеді. Император болса тағы да басқа құбыжыққа айналып кетіп, бір ұшақты құлатады. Лин анасына жүгіріп барады. Анасы жаралы жатыр екен. Анасы болса мына кинжалды императордың жүрегіне бірақтық деп көз жұмады. Император үңгірге кіріп тағы да 5 сатты басқарып жатады. Әлгі қаңқалар қайтадан орындарына қайтып жатады. Бір кезде Алекс келіп қалады. Қаңқалар қайтадан бері жүгіреді. Император құбыжық болып кетіп Алексті бір береді. Рик келіп қалып артына секіріп пышақ тығады. Ал Янг пен қасындағы әлгі қызметкер әйелді Лин мен Эвелин жеңіп тастайды. Рик болса ашулы. Ол императорға қарап еркек болып төбелессе дейді. Содан Джетлидің намысы бар ғой. Екеуі төбелесе кетеді. Джетлиді білесіздер қалай төбелесетінін. Солай Рикті құлатып тастайды. Артынан Алекс келіп көмектесіп, ақыры Рик оның жүрегіне бағанағы кинжалды қадайды. Бірден мына императордың түрі өзгере кетеді. Сосын алдындағыдай жана бастайды. Мыналар қаша кетеді. Сырттағы әскер де шашырап қалады. Сыртқа шыққан Лин әкесіне қарап қалады. Сосын қаңқалар қайтадан орындарына оралады. Біраз уақыттан соң Алекс Лин мен Рик әйелімен кафеде билеп жүреді. Джонатан болса әлгі жылтырақты алып Шанхай еліне кетіп бара жатады. Солай кино аяқталады.